Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен дапанжи жасайтын боламыз. Сондықтан менімен бірге болып, сіздер де жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Қараңыздаршы, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қазанымызға майымызды құйып, жақсылап араластырамыз да, ішіне қант салып, осы қантты барынша қатты отта ерітетін боламыз. Міне қараңыздаршы, қанттың түсі қоңырлана бастайды уже күйген кезде. Осы кезде тауықтың қанаттарын, аяқтарын салатын боламыз. Егер сіздер де қаласаңыздар, үйлеріңізде мынандай бүтін тауық болатын болса, сондыдан жасасаңыздар да дәмді шығады. Барымен жасай беріңіздер. Міне қараңыздаршы, түстері әдемі болып осылай қуырылады. Осылай қуырылып жатқан кезде екі дана картопымызды ашып тураймыз да осылай салып жібереміз. Жақсылап тұрып қуырамыз. Осы кезде соя соусын құйып жібересіздер. Мен жаңа құрамына міндетті түрде қанша қостым бәрін жазатын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді бұны жақсылап картоп екеуін қуырып болғаннан кейін пияз салатын боламыз. Пиязымыз күйіп кетпеу үшін оны жаңа қатты отта тез-тез 2 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Міне қараңыздар. Осылай түрі әдемі болып, ерекше болып пісу үшін бұл қатты отта осылай қуырылу қажет. Осы кезде мен қызыл бұрыш салдым, қара бұрыш салдым, кориандр салсаңыздар болады. Және дапанжиге арналған приправа болса, яғни дәмдеуіш, соны қоссаңыздар болады. Бәрін араластырамыз да жақсылап. Кішкене томат пастасын қостым, кішкене түсі қызыл болу үшін. Қоспасаңыздар да болады, енді өздеріңіздің қалауларыңызша. Бірақ мен түсі әдемі болу үшін осылай қостым. Енді осыған біз сарымсағымызды және жартылай ащы бұрыштарымызды қосамыз. Мен бұрышты екіге бөліп қосамын. Біреуін осы қуырып атқанда, кейін дайын болғанда жартысын қосамын. Сонда кішкене бұрыштар тірі-тірі болады. Қалауыңызша тұз саласыздар. Содан кейін суды осылай ғана құйсаңыздар жеткілікті бетіне ғана. Кішкене бетін жауып тұратындай. Енді қазанымыздың астын басамыз да, баяу отта 35 минуттай, 30 минуттай бұқтырасыздар. Яғни картопымен жаңағы тауығы піскенше. Мен де пісіп болды барлығы. Мен қалған жаңағы бұрыштарымды салдым. Осымен міне тамағымыз дайын болды. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Мен риспен ұсындым. Менің каналымда ристі қалай жасау керектігі бар. Ас болсын, жасап көріңіздер.